Ата, ту неге биікте, жоғары, ең жақсы орындарда тұрады? Неге адамдар туды құрметтейді? Ол біздің отанымыздың рәмізі, балам. Балам, ту тәуелсіздіктің байрағы ғой. Біз үшін тудан қасиетті, тудан құдіретті құндылық жоқ. Аталарымыз туды жанынан артық көрген. Жаны шығып кетсе де туды құлатпаған. Балам, бұл оқиға былай болған. Clear the path. Move quickly. They're attacking. Run, hurry. Жау! Аттан! Әйелдер мен балаларды тұтқындап айдап барады. Тез арада адамдарды құтқаруымыз керек. Жан жаққа жаушы жіберіңдер. Отпан таудың басына ұран. Ұран! Отын жағындар! Елім үшін, Қасиетті жерім үшін жаным құрбан. Аттаныңдар. Алла жар болсын. әумин. Forward! Attack now! Жан шыдаса, мен шыдармын. Alış! 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 Ата, жан шыдаса, мен де шыдармын деп еді. Жан шыдамады, бірақ қазақтың туы құламады. Я, түсіндім ата. Ту не үшін жоғарда тұратының, және туды неге құрметтейтінің түсіндім. Бұл оқиға 19 ғасырда қасиетті Маңғыстау жерінде болған. Бұл Дауыл Тілеуліұлы батырдың соңғы қатысқан соғысы еді. Тарихта Дауыл батырдың жан шыдаса, мен шыдармын-ау деген рухты сөзі қалған. Жан мен ту мультфильм авторы Ермек Жәнібекұлы. Әбіш Кекілбайұлы атындағы мектептің 9 сынып оқушысы. Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Онды ауылы. Байланыс телефоны +7 775 064 71 25. Мультфильм
жасанды интеллект арқылы жасалды.